Армысыздар, бүгін 3 қаңтар, яғни қасқыр айы. Көп адам қасқырлар айға қарап ұлиды деп ойлайды. Шын мәнінде олар бір-бірімен байланысу үшін, өз аумағын белгілеу үшін және топты жинау үшін ұлиды. Ал ай тек жарық фон ғана. Қаңтар солтүстік жарты шардағы ең суық айлардың бірі. Сондықтан бұл ай қатал қыс, тіршілік үшін күрес, табиғаттың сынағының символы саналады. Бұл толық айдың әр халықта атауы әртүрлі. Мысалы, Европада оны ескі ай дейді, Қытайда мейрам айы, кей елдерде мұзды ай деп атайды. Бірақ қасқыр айы атауы ең танымалы болып қалған. Қасқыр айы кезінде ішкі күшті оятатын уақыт, жаңа жылға ниет қоюға жақсы кезең, қорқынышты емес, керісінше тазарту мен жаңару символы. Мына суретте қасқыр айға қарап ұлып тұрғандай көрінеді, бірақ шын мәнінде қасқыр айы табиғаттың ең жұмбақ құбылыстарының бірі.